бозат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым, көкірек керіп жұттым мен ауаның жазғы жұпары. Бәріміз білетін, яғни осы Димаштың шығарған барлығы сүйсініп тыңдап жүрген өлеңінің шынды немесе қалай ащы тарихын бүгінгі видеода айтатын боламын. Ал сіздер лайк басып каналға жазылыңыздар және комментті қалдырып кетіңіздер. Ойларыңыз қандай достар? Ал видеоны жалғастыра беріңіздер. Негізі бұл өлең бұрыннан бар. Қалай? Яғни Сәкен Сейфуллиннің кезінен бастап бар. Яғни бұл өлеңді ең алғаш негізінде Сәкен Сейфуллин атамыз шығарған. Ол негізінде шығара салған, бірақ та оны былай жалпы шығарман тек халық арасынан таралып сөйтіп әлі күнге келе жатыр. Ақ бозат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым, көкірек керіп жұттым мен ауаның жазғы жұпары. Бұл өлең құлаққа өте жағымды, бірақ та өте созыңқы болғаннан кейін оны осыдан 8 жыл бұрын, яғни 2017 жылы Рүстем Нұржігіт дейтін бізде әнші осыны қайталап айтып шыққан болатын. Яғни осы өлең ұмытылғаннан кейін, әрине мысалы халықтың ойынан шығып кеткеннен кейін осыны созыңқырамай тезірек орындап шыққан болатын. Оның орындауында осы ән. Ақ бозат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым, көкірек керіп жұттым мен ауаның жазғы жұпарын. Дәл осы өлеңді осы Рүстем Нұржігіт ағамыз орындағаннан кейін оңында ұмытылып кеткен Димаш күткендей осы өлеңді осы 2025 жылы шығарды. Дәл сондай ырғақпен айтқандай, бірақ та кішкене көтеріңкі дауыспен және де тезірек айтқан сияқты. Қазір оның контент айтмамыз, уже Димаш бізде нөмірі 3-ші орындаушы ол өлеңді. Ол өлеңді бізде 3 адам орындап шыққан осыдан кейін. Ақ бозат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым, көкірек керіп жұттым мен ауаның жазғы жұпарын. Де бір факт, бұл өлеңде ешқайсысы бірде-бір сөзін өзгертпейді, дәл қалай тұр соны көшіріп дәл солай айта салған екен. Және де бірақ үшеуінікі де өте әдемі, маған үшеуінікі де өте қатты ұнайды. Ал осымен біздің видео аяқталды. Бүгінгі видеоны ұнағаныңызда лайк басып каналға жазылайық. Бүгінгі дәрістен бірге болған жалғастырамын. Сау болыңыздар достар.